батыр сөйлер ер қылыр. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, желпініп жеткізген мен құлыным. Ал бүгін Ақылбектей ағам келді, бір еді елді ойлаған білімдінің. Жаратқан қаламына құт беріпті, әбілетіп өлен сөздің өлен жырың. Тіліммен туған елді биік қойған, елге арнап келеді ай зор білімің. Ағайын қошеметтеп отырыңыз, естілсін есіл елге елді бірің. Алада қанат жайған қыран болсын, тұғырына қонғалы келді бүгін ай. Қуанып қаламыз ғой қашан бәрін. Өміріңізді өлеңге арнадыңыз, болған соң ақын менен өлен егіз. Туған жерді жырлайтын сіздер барда, қашанда жақсылыққа кенелеміз. Сіз аспаған асыл жоқ әдебиетте, кенейіп келеді елмен бірге керегеміз. Ағайын қошеметтеп отырсаңыз, қыздырып бол қызсыншы бүгінгі желебеміз. 75-ке толып жатқан ағамыздай, жұрт болып көтереміз төбеге біз. Ай, сөзімді бісміләсіз бастаймайын, тойларың құтты болсын асқағайын. Ақылбек ағайын маған ұстаз болған, мен қалай бұл ұстазымды қоштамайын. Университетті ағам маған сабақ берген, сондықтан ағамды аузынан ешқашан тастамайын. Ағам маған ағайын білім берген, Алла менің бағымды жаққан екен. Ұстазының алдында шәкірті арнап айтты, менің де бір басымда бақ бар екен. Шәкірлерін балаларға берді? Иә. Ауыз дейсің. Бір дейсің ғой. Малдан кітапханада бар кітаптарымыз, өлеңдеріміз. Мынау ең соңында журналда әдебиет жұмыс істеп жүрген шыққан. Мына жерде сіз бұрын ТМУ-да ректор болып істедіңіз ғой. Жас өркен Қостанай бас редактордың болдыңыз. Осында өлеңдеріңіз бар, мақалаларыңыз бар. Барлығын қоя алмадым. 14 томнан ма? 80-ге келгенде қоясыз. Жақсы. Әдейі арнап, сіз 80-ге келгенде әдейі арнап сізге бір полка Рахмет. арнаймыз. Осы өмірбаянды осы кітап. Мына 13 том бергенсіз. Мына 14-ші том. 14-ші том дейді. 10-ші том деп ойлап отырмын. 14-ші томды қайда жауап алдық деп отырсам. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет. Ал аға. Қайғыдан қадірменді әдебиет сүйер қауым. Бүгін біз танымал ақын, жазушы, драматург, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисті, Махмұд Қашғари атындағы түркі әлеміне сіңірген еңбегі үшін халықаралық сыйлықтың, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы халықаралық әдеби сыйлықтың және тәуелсіз алтын қалам сыйлығының иегері, Қазақстан жоғары мектебінің еңбек сіңірген қайраткері, Қостанай облысының, Қостанай қаласының және Жітіқара ауданының құрметті азаматы Ақылбек Қожаұлын 75 жас мерейтойында қарсы алып отырмыз. Сөз кезегі белгілі ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Егемен Қазақстан газетінің Қостанай облысы бойынша меншікті тілшісі Нұрғанат Құлабаевқа беріледі.
бірі. Армысыздар, қадірлі ағайын. Бүгін міне Ақылбек ағамыздың елорда төрінен басталған шығармашылық бенефисін қолдап келіп қалдық. Бүгін ортамызда Ақылбек ағамыздың өзі, Бақыт апайымыз, одан кейін осы облыстық кітапхананың басшысы Сәния Серікқызы келіп отыр. Жалпы мынау көне грек елінде, эллада мәдениетінде сөз өнері барлық өнерлердің алдына тұрған. Мен ойлайтыным осы, неге сөз өнері математика, геометрия, экономика сияқты ғылымдардың алдына шығып кетеді деп ойлаушы едім. Сөйтсем, гректер қателеспеген екен. Сөз өнері мынау адамның, халықтың, ұлттың бүкіл рухы, жаны, қаны сөзіне болады екен. Сөзінен айырылған халық өзінен айырылады. Сол сөз өнерінің, сонау көнеден келе жатқан сөз өнерінің қолын жықпай келе жатқан бүгінгі басты кейіпкеріміз Ақылбек қожаұлына бір қошемет көрсетуімізді. Енді шығармашылық кеш еркін форматта өтеді деп ойлап отырмыз. Алдымен Ақылбек ағамыздың шығармашылығына, өміріне, қайраткерлігіне арналған шағын бейне жазбамыз бар, соны тамашалап алайық. Адамзат тарихындағы ең алғашқы ақын кім болды екен? Ең алғашқы ақын, ең алғашқы өлеңін кім қарады екен? Оның ең алғашқы өлеңі бәлкім аяулы анасына, бәлкім сүйген жарына, я болмаса кіндік қаны тамған ата мекеніне арналған болар. Алапат сезімі жанарын тойлады, ып-ыстық сағынышы қанында қайнап, жарық дүниеге бір тамшы өлең болып тамырда, жүрегінен де күй кештірген ол ақынның. Бұл сауалға ғасырлар бойы жауап таппай, шегі жоқ, ой азабына батқан ақылдар қанша. Иә, ақын жүрегі жұмбақ ойлар мен тылсым жырлардың түрмесі. Жаназық бағдарламасының бүгінгі кейіпкері арқалы ақын Ақылбек Шаяхмет. Жүрек менің алақаным, достарыма ашылған. Жүрек менің жұдырығым, қастарыма ашынған. Жақынында аялайды, мейірімін төгеді. Жұрттың бәрін құшағыма сүйе бергім келеді. Жүрек жасыл жапырақтай жасарады көктемде. Жазғы жаңбыр жұпар есін бұрқыратып өткенде. Жауқазын жыр жүрегімнен өсіп шыққан көз сонда. Жырламақ бол, мағыналы тіршілікке құлшында. Жігері де, сезімі де жинақталар жігіттің. Жүрек деген қоймасы ма, күдікпенен үміттің. Жасымайды кейбіреулер, кетсе де оны танымай. Жасқанбайды күш қайратын, намысына жанымай. Жүрек менің кеудемдегі аласұрған балықтай. Жүзедіге өмірімнің айдынымда жалықпай. Жағалауда бір қыз отыр, сол балыққа қарамақсам. Жаным менің ауырады қан қақсам. Жүрегімде ерке қыз, жүрегімдемек болып пең. Жауап беш, қалқатайым, үндемейсің неліктен. Жанарымда жалын ойнап барам мен де елжіреп. Жасырмаш сен ол қызды, сүйесің ғой. Ей жүрек, жек көресің талайларды, ұнатасың талайды. Жаным менің, жаны жомарт, жақсыларды қалайды. Жүрек менің жұдырығым, қастарыма ашынған. Жүрек менің алақаным, достарыма ашынған.
ақылбек Құлбасыры мықты ақынның бірі. Бір ерекшелігі ол тамырын жерге жіберген, өзі туып өскен құнарлы топырақтан нәр алған. Оның мықтылығы да сол, барлық Еуропа мен Азия ақындарын терең меңгеріп, Наушабайдың Нұржаны, Басықараның Қанапиясы, Орысбайдың Ақсұлу секілді арқалы ақындардың жырын жаттап, өмірді зерттеп, туған жерге табан тіреп тұрғанында халық жазушысы Сәкен Сері Жүнісовтың Ақылбек Шаяхмет хақындағы пікірі бұл. Ақынның тырнақалды жыр жинағы 1977 жылы жарық көрді. Бүгінге дейін оның алуан жанрды қамтыған 40-қа жуық кітабы көпшілік оқырман ықыласына бөленген. Енді мен шығармашылықпен айналысып жүргеніме 20 жылдан асты. Жалпы поэзия менің негізгіден, мен сенің сезесіңді негіздедім деп ақиқат Мұқағали Мақатаев айтқандай. Әдеби жанрда көбіне мен поэзия жанрында қалам тарттым. Жалпы әдебиет бұл өмірдің айнасы. Сол тұрғыдан келгенде мен де өзім көрген, білген, сезген, кейде қарапайым адамдардың көзіне шалына қоймайтын, кейбір адамдар тебіренте қоймайтын, толғанта қоймайтын мәселелерді жырма, өзек қыдым бойды ойлаймын. Көрнекті ақын Жұмекен Нәжімеденовтің бір өлеңі бар еді. Терлеп жүрмін десем мен мәйтемдегі, шай ішкенде шығатын жай термеді. Айтсам екен әуелі қайсырымды, бассам екен әуелі қайтырмені. Сондықтан мен өмір бақи арқа ішінде бір бейнең болып, мына Қостанай өңірінде басқа ұлт өкілдері басым болған кезде, әсіресе келмесек орыстар қаптап кеткен кезде өмір сүрдім. Тын игеру кезінде, тын игерудің жаңағы зардабы мен жақсылығын да көзіміз көрді. Сондықтан мен жазған дүниелерімді меніңше өмір шындығынан онша алшақ емес. Барлығы қап-қара, қап-қара, қап-қара қолына ұстаған ақнан да, мақта да, қап-қара алып күн, қап-қара ай, қымтаған жер бетін күндетін, түндетін, тұтасқан түнектің жанына батқан ай, ақ түсін ол білмейді, ақ түнді қызықтап жүрмейді, қарадан басқа бар десен сенбейді, туғалық білмейді, жарты. Жер басып жүрсе де, қалыпты құрсүнде, мойынға киіп қап-қара қамытты, қап-қара күндерді жамылған, жап-жарық күндерді сағынған, талай қыс, талай ай өткенде, кез болды біремші жанарын емдейтін, о ғажап, таң ата күн нұрын төккенде, оянып кеткенде, ашылды көздері көрмейтін. Ақ сәуле, жап-жарық, қараңғы түнекті қақ жарық, келді де ауыртты жанарын, бұрынғы қолымен сезгенін ұстады көздері. Жап-жарық сәуленің тілімен, жап-жарық сәуленің үнімен шырқады қан әнін. Зымырап күн өтті, түн өтті, аптығып ай өтті, асығып жыл өтті. Көп жүрді ол асықпай аралап, жап-жасыл жердегі күл қоқыс, жап-жарық айдағы қарада көздері жүдетті. Ақжүнді жандардың қап-қара көңілі, ақ көңіл жандардың қараңғы сенімі қинады жап-жарық жүректі. Қап-қара күйелі көздері көргенде, өкінді ол қараңғы мекеннен фәниге келгенге. Тамыры бүркілдеп тоқтады, жүрегі шерменде, үзілді бір өмір, дір етті денемде. Өліктің көздері сұп-суы, жақтыңсыз қадалып, жақсылық жамандық аралас, белгісіз. Ақылбек Ғапыл мен Сырбай, Мәриям апа Хакімжанова сынды аға буын қаламгерлердің қасында көп жүрген, олардың ұлағатын көрген ақын. Мұқағали кеңшілік сынды кең тынысты ақындармен қатар тұрып өлең оқыды. Мәриям апа Хакімжанова туралы бұл жалғыз қазақ қыздарының ғана ұсталық тәлімгер емес, бүкіл жаңа қазақ әйелдерінің үлкен бір тәлімгер анасы деп есептеуге болатын. Мәриям апа туралы кезінде Кеңшілік Мырзабеков өлең жазған болатын. Сонда ол кісінің жазған бір жұмбағы бар. Мәриям апай, мамағаздай, мамамыздай біздердің, біз ақындар сәлетісек, сетігін сабамыздай біздердің. Қайран апа, аман болсы, жүзін көрсе жүздердің, жылдар өтер, күні өтер, басып кеткен ізіңді дәздердің. Сол сияқты біз ол кісілердің басып кеткен ізін іздейміз. Сырбай Мәуленов кезінде Қостанайда шыққан большевиктік жол, оның алдында ауыл газеті аталған, Бейімбет Майлин жұмыс атқарған, облыстық газетте қызмет атқарғанын білеміз. Қостанай ауданында генерал деген жерден, қазіргі Федоров ауданы майданға аттанғанын білеміз.
Ғафу Қайырбеков дауамды бер, ауамды бер Қостанай, мені жалды жарамды бер Қостанай деп Қостанайға арнап өлең жазғанын білеміз. Көше сонша кен емес, көлем онша көп емес, сонда досы Қостанай кен даладан кем емес деген сұраған өлеңдерін сағынамыз. Жан әке, жүрушеден еркеліктім. Әлпештеп өсірдім де тентек еттім. Көп жаттың сырқат меңдеп, төсек тартып, өмірге аз қонақ болып, ерте кеттім. Сұм тағдыр мұң қасірет ала келдім. Көзіме жас құйылып, қала бердім. Жатырсың мәңгі ұйқыда тыным алып, бұйырып бір пұшпағы қара жерді. Қолдағы денсаулықты бар асылым, болмады арашалы жанашырым. Қайралы банам қалды ортасында, шиеттей алты бірдей баласы. Жас болып қадірді елемеді, есейіп, қуанышқа бөлінмеді. Алты үйде біз ержетсек алма кезек, сайрандап жүреді ғой деген еді. Әкелік парызыңның өтелгенін білгенде армансыз көп өтермеді. Көрмедім бір ұлымның отауы құрып, үйі болып, жеке шаңырақ көтергені. Әкежан, әлі күнге бет екенсің. Балаң үшін мәңгілік тірі екенсің. Түсімде көрдім бірде қаладан кеп, базарды естіріп жүр екенсің. Әке де есіміңді қайталаппын, тынығын көңілімнен шайқа бақтың. Келуіңнен тез болдым. Жарқанын қалай есіп байқамаппын. Жарма жылы сезім өттің сені, қарманды айналасын жеткіншегі. Қасқағым сәтке болса да, келші маған, еркелетші, сағынып кеттім сені. Ақылбек өз ғұмырнамасын ғазалмен өрген өршіл де сыршыл ақын, әлеуметтік лириканың хас шебері, ақын шығармашылығының өзегі өмір шындығы. Поэзияда менің бәрі өмір баяным бар. Өйткені поэзия ол жанның жылуы, жүректің қызуы, бір сәттік көңіл күйдің өзі жаңағы жыр жолдарына түседі, оны оқырманмен бөлісуге асырасың. Поэзия негізінде жаңағы санаға түскен сәуледен және жүрекке түскен ұшқыннан, былайша айтқанда оймен сезімнен оралады. Ал енді мына тарихи тұлғалар туралы көптеген ақындар неге прозаға барады дегенде, әрине бір тарихи тұлғалар туралы, белгілі бір оқиғалар туралы, тарихи таным тұрғысынан қарағанда, оның бәрін үлкен бір құлаш бір епістік дастандар болмаса, поэзияға сыйдыру мүмкін емес. Менің де сол прозаға баруым көп жағдайда әсіресе эсселер жазуым, прозалық шығармалар жазуым, ол жаңағы поэзиялық жанрдан ауытқу емес, поэзия өмір бақи жолдас болып келе жатыр. Ол поэзияда айта алмаған ойларымды, поэзияда жеткізе алмаған ойларымды түбіне дейін жеткізу мақсатында, оқырманға таныстыру мақсатында жазылған дүниелер. Ал драма туралы сөз қылатын болсақ, мен драмалық туындыларым, бұдан ең алғашқы драмалық шығармамды, мен драмалық поэма «Ақсу» деп аталатын, бұдан 25 жыл бұрын жазған болатынмын. Ол көрнекті ақын, атақты Келшімбай ақынмен айтысқан, Ахмет Байтұрсыновтың, Сәбит Мұқановтың, Мұхтар Әуезовтың мақалаларына өзек болған «Ақсу» Орысбайдың туралы. Біріншіден біздің жерлесіміз, екіншіден өте аз зерттелген тұлға. Біз жаңағы айтыс кітабынан Әбубәкір Дебаев пен Марданбай Бидайы жазып алған, оны Келшімбаймен айтыс нұсқасын ғана білеміз. Осыған байланысты Ақсудың өмірімен біраз зерттедім. Және бұл Ақсуды мен тағы поэзиялық тілмен, яғни драмалық поэма түрінде жазып шықтым. Бұдан кейінгі менің көптеген драмалық шығармаларым, олар да біздің Қостанай өңірі ғана емес, бүкіл қазақ халқына төл перзенттері. Қаламгер Қостанай өңірінде туған қазақ руханиятының, алып тұлғаларының өмірі мен қызметін арқау еткен бірқатар драмалық туындыларды дүниеге әкелді. Оның «Ыбырайдың өсиеті» атты драмасы республикалық алтын қалам тәуелсіз байқауында жылдың ең үздік драмалық туындысы атанды. Ал көпшілік көрермен көңілінен шыққан «Өкініш» атты психологиялық шығармасы Ильяс Омаров атындағы облыстық драма театрында сахналанды. Кейінгі баласы өздерінің әке-шешелерінің қарттарымен өткізіп жатқанын біз кейде өмірде байқамай қаламыз. Біз өмірімізде кездестірмегеннен кейін, бұлай біреудің танысы арқылы қаза келсеңіз,
өмірде яғни ондай оқиғалар жете береді екен. Бұл шығарманың халыққа басты айтар ойы жаңағы Ақылбек ағамыздың алған тақырыбы қазір мынау өсіп келе жатқан жастар, болашақ келіндер, болашақ күйеу балалар, болашақ ер азамат, мынау халқымыздың намысын қорғайтын азаматтарымыздың алдына әке шешелеріңді аялап бағыңдар. Ертең өсіп жеткізіп бергеннен кейін далаға тастап кетпеңдер деген ұғым жатыр. Қиындатып жазбай, сондай бір ойы ортақ диалогтар, жаңағы актер мен бір актер сөйлескен кезде де сондай бір қиын, сондай бір қатты бір философияда емес, бірақ бұл кісінің жаңағы ойы, осы шығармадағы, өкініш шығармасындағы ойы тақырыбы ұшқыр болды. Ақын өлеңдерінің негізгі арқауы әділет пен ізгілік, қоғамдағы кейбір келеңсіз құбылыстарды түйрей сынайтын өлеңдер арқылы қаламгердің күрескерлік келбеті айқындалады. Мен өзімнің бір жиі айтатын Ақылбек жөнінде сөзім бар. Ақылбек біздің еліміздің намысы, Ақылбек біздің еліміздің мақтанышы, Ақылбек біздің еліміздің ұраны деймін. Патриоттық, отанын сүйемдік кеудесін қаққан ақын жазушы, ғалымдар, қоғам қайраткерлері толып жатыр қазір. Бірақ олардікі құрыс көз. Ақылбек соны істен атқаратын бір жағы Ақылбектің. Ақылбектің екінші жағы бұл енді трибун сөйлегенде, кез келген жиналыстарда, кез келген митингілерде, үлкен отырыстарда Ақылбек сөйлегенде сөздің тілін түсіріп сөйлейді. Бәрі ақын, бәрі ғалым солай сөйлей бермейді. Көп өлеңдері мынау отансүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелейді. Бұлар сөйтіп бүйтіп деген сықыл лирикада өлеңдер жаза бермейді. Ел туралы, жер туралы жазады. Ақылбек көпқырлы әмбебап жазушы. Ол қазған өмірдің шежіресін жырлап, тарихын қаттаған қаламгер. Ақылбекке бір таң қалатын, бұл айтпай, айтқан жерден біліп шығады. Екінші, бұл ақын бола жүр, зерттеуші бола жүр, бұл шын тарихшы. Мына менің қолымда Ақылбектің Тайбар деген кітабы. Осы кітапта жергілікті ақын жазушылардың, би шешендердің, батырлардың, ғалымдардың, жазушылардың өмірі жөнінде қысқа очерктер жазуымен Ақылбек осы Қостанай Торғай өлкесінің үлкен тарихын жазып шықты. Мысалы, көптеген адамдар білмейтін, өзі оңтүстік жақта бүгінге дейін Қостанай орыс болып кетті. Бірақ сол орыс болып кеткен Қостанайды мінекей мына кітаптағы адамдардың айтып отырсам, көбі осыларды білмейді. Елдесті білуі мүмкін, Ілияс Омаровты білуі мүмкін. Бірақ Ізбасыны, Сықақ ақынды, Өтебасыны, Досбол биді, мына кітаптың ішіндегі 50 шақты адамның өмірі, бұл яғни кешегі күні кеңес дәуірі келгенге дейін, тіпті кеңес дәуірінің алғашқы жылдарында бұл енді елдің сөзін сөйлейтін, елге ашық сөзін билер, ақын, шешен, елдің көңілін көтеретін жыршы, жырау әншілердің көп болғанын көрсетті. Ақылбек Шаяхметтің соңғы жылдары жарыққа шыққан Мінәжат атты жыр жинағы қалың оқырман көңілінен шықты. Мінәжат жыр тілімен жазылған ақын жырының ақиқаты, жүрек жыры, көңіл сыры. Қостанай өңірінде діндар дәуір әдебиетінің көрнекті өкілдері өткен. Солардың ішіндегі ең жаңағы бірегейі бұл Ыбырай Алтынсариннің жанында жүрген діндар дәуір әдебиетінің көрнекті өкілі Нұржан Наусабайұлы болады. Мен осы Нұржан Наусабайұлының 3 кітабы жарық көрген, арабтан басылған, ол кезде араб әрпімен Қазанда және Санкт-Петербургте жаңағы. Соның ішіндегі кітапта Оян алашым деген кітабы, одан кейін жаңағы Манзумат Қазақия деген кітабы және Сапарғали мен Жұмбағай. Осы кітаптардың кириллицаға аударып, мен алдым Қостанайда, одан кейін Астанада Фален таспасында бастырып шығарып, осы Нұржан өлеңдерін мен қатты әсер етті. Яғни 40 жасынан бастап мен ораза ұстай бастадым. Бұл мінәжат жыры, бұл ораза айында туды негізінде. Ораза айында туған жырлар бұл Аллаға мінәжат, ол жүректегі жан сыры, иманды шынын, өйткені бәрімізде бұл дүниеде фәни бар екенін білеміз. Қазақтар тауып айтқан жалған дүниеде бақи бар екенін білеміз. Ал енді фәни мен бақидің арасындағы адамзат өмірге не үшін келді? Оның жаңағы Алла жаратқан
Ол себебінен қалғандағы басқа хайуандардан, жыртқыштардан, жануарлардан, үй жануарларынан қандай айырмашылығы бар? Адам несімен ерекшеленеді? Артында қандай із қалдыру керек? Осы тұрғыдан келген кезде адам деген ардақты атқа, кешегі адам ата мен Хауада анамыздан басталған үлкен дүниеге мен ой жүгіртуге тырыстым. Осы бағытта Құран кітаптарын орысша, қазақша, Құран тәпсірлерін біраз ақтарып оқып шықтым. Соған байланысты болған жылдар мен мінәжат кітабын шығарғанымда жалпы мінәжат кітабына 500-ге жақын өлең келген. Сонымен енді болды, осы тақырыпты қалдап бітірдім ғой деп ойлаған. Бірақ онымен бітпеген екен, әр таң оянған сайын жаны жыр әкеледі, одан кейін иман жүрек айнасы деген кітап шығардым. Әлі уақытқа дейін мен мінәжат жырларын таусылған жоқ, мінәжат жырларын меніңше біз өле-өлгенше жаза береміз. Ақынның көп уақытта жазу столында өтеді. Тынымсыз еңбекпен терең ойға шыққанда немерелерінің маңдайынан иіскеп көңіл сергітеді. Сәл тынығып алып, қайта жазуға кіріседі. Жарық дүниенің парқын оймен сезімге орап, ақ қағазға өлең қып түсіруді мақсат тұтқан ақын тек ақиқатты жырлауға бекіген. Дүниемен сый-сияпатқа қызықпаған қаламгер осы сұр костюмді аса қадірлеп, қасиет тұтып киеді. Расул Хамзатов, мен сендерге жыр арнаймын достарым, жырдан басқа не болушы еді ақында, сол ғой менің бойымдағы бес қару, сол ғой менің шапанымда атында деген екен. Сондықтан мен ет жақын туыстарыма, бауырларыма көп жағдайда жыр арнаймын. Ал енді өз басыма келсек, елдің арасында жүргеннен кейін сол елдің арқасында ат та мініп жүрміз, шапан да киіп жүрміз, тіпті тақымызда толтырып жүрген темір тұлпарымыз да бар, замандастарымыз, туыстарымыз сыйлаған. Бірақ солардың бәріне маған баға жетпес сыйлық бұл заманымыздың заңғар жазушы Мұхтар Мағауинмен кезінде Жұлдыз журналында редактор болып жүргенде танысқан едік. Жұлдыз журналында ол кісі менің шығармаларымды жариялаған. Осыдан 7 жыл бұрын ол кісі Прага қаласында тұрғанда іздеп барып, сәлем беріп, ол кісімен табақтас болдым, әңгімелестім. Сонда Мұқан үйіндегі бақыт жеңгеміз маған мына баға жетпес сыйлық сыйлады. Ол мына костюм. Мен мұны 5-6 жыл кидім. Қазір тіпті жаға жеңі қырқымды, бірақ маған ерекше қымбат костюм. Өйткені Мұхтар Мағауинмен размерімен бірдей екен. Сол ағамыздың ақиқатты айтқан шындығы, қаламның жүйріктігі маған жұғысты болсын деп, осы костюмді мен жалпы жиі киіп, иығыма іліп жүрмін. Қолтығында қотыры бар қоғамның, қытығына тисе артпа оғанның, жеті қаттың отынып жатады жүрегімде. Ақын деген адамның тегеуріні толқынындай тобылдың, өрге қашып өлім болып өрілдің, от қоранып суырылып шыққандай әрбір сөзің, өзегінен өмірдің қайсарлықпен адами хақында, алталашқа арзу еткен хатында, Алатаудай жүріп жатыр жыр болып, тәл болатын тек ақиық ақынға, алқа топта кеңес құрған көшелі, отты көмей орап тілдің шешені, ақылаға міскін күннің мысылмас тәті қара жыраусынды кешегі, арна бұзар ағыс асау арындай, жай сөзіңнің өзі жайдың оғындай, содан болар миллер ылғи шығасыз, мойныңызға галстукта тағынбай, ұйқастырып сіздің жырдан айнытпай, өлең жазып жұртқа құрем шайлықпай, бірақ сіздей қарағай боп қасқайып ақиқатты айту қиын қаймықпай, алмас тұяқ тас тулаған тағасыз, арғымаққа ауыздықтар шарасыз, арқа жырын алға сүйреп барасыз, арғын туа секілденіп ағасыз. Ортамызға келіп отырған меймандармен тағы бір таныстырып жіберейік. Ақылбек ағамыздың аяулы жары Бақыт Жайылмасова апамыз. Одан кейін тағы келіп отырған Қостанайдың мақтанышы, күміскөбей әншіміз Арыстан Құрманов ағамыз келіп отыр. Одан кейін қалай осы өңірдегі рухани ізгі шараларға ұйымдастырып жүрген Ильяс Толстой атындағы облыстық кітапхананың басшысы Сәния Серікова. Енді келесі сөз кезегін осы ауданның тізгінін ұстап отырған Әулиекөл ауданының әкімі Тәукен Жансұлтан Қуантайұлы. Қайырлы күн, қымбатты ел
жерлестер, қадірменді қонақтар, міне бүгін асыға күткен сәтіміз бүгін келіп отыр. Осы Ақылбек ағамызда бәрі толы торғай емес, барлық қазақ елі жақсы біледі десем артық болмас. Кеше ғана елорда Астана төрінде ағамыздың 75 жылдығына орай ұйымдастырылған үлкен игі шара өтті. Үлкен барлық Қазақстаннан түкпір-түкпірден келген жерлес ағамыздың шәкірттері қаншама, ағамыз өмір жолында қанша, өз бойында қаншама дарын жинап, ол дарынды жалғыз өзіне ғана емес, қаншама шәкірттермен тәрбиелеп, сол шәкірттерге бөліскен асыл жанның біргейі. Кеше сол елорда Астанада үлкен мағынауда үлкен шаруашылық кеш өтті. Бірнеше аудандарда толы торғай өңірінде өтіп жатыр. Бүгін міне Келі Әулиекөл ауданымызда ағамыздың арнап осы Әулиекөл келіне жеріне келіп жатқаныңыз қайырлы құтты болсын аға. Енді құрметті жерлестер, жақсы білесіздер, ағамыздың шығармашылық, ағамыздың өмір жолымен танысқан жандар болатын болса, Келі Әулиекөл елі ағамызға бөтен емес. 1968 жылы осы алғашқы жұмыс кезеңдерін осы Әулиекөл елінде бір жылдан астам, 2 жылға жуық уақыт атқарып, үлкен Келі Әулиекөлінің ауасын тыныстап, суын тыныстап, жақсы азаматтармен бойына жақсы күш-жігер жинап, осы үлкен өмір жолындағы Әулиекөл елінде айрықша орны бар деп ағамыз айта жүреді. Бүгінгі Ақылбек Қожаұлының шығармашылық кеші әрине үлкен мазмұнды, жас өскелең ұрпаққа үлкен тәрбие беретін тағылымды бір кеш. Бүгінгі таңда осы кеште жерлестердің атынан, өзінің атынан барлық сізге біріншіден зор денсаулық аға, әулетіңізге, отбасыңызға амандық, ортамызда мені апамызды көріп жатырмыз, апамыз әрқашанда бірге балалардың мен немерелердің қызық қуанышына тоймай ортамызда ұзақ өмір жасап жүре беріңіздер. Әрқашанда бойыңызда жинаған үлкен қасиеттерді, көптеген шығармашылық әлі туындылар бар деп есептейміз. Аға, өмір жолыңызда қаншама шәкірт тәрбиеледі деп жаңа айтып кеттім. Оның басы ғана, кеше ғана жиналғанша жан-жақта Қазақстан түкпір-түкпірінде, шетелдегі істеп жатқан азаматтар өте көп. Осы ағамыздың шығармашылығына жаңа келіп жатқан, арнау айтып жатқан қаншама шәкірттер тәрбиеледі. Ағамыз ақын, жазушы, драматург бола тұра қазақ тілінің дамуына, қазақ тарихының дамуына, қазақ елінің кешегі өткен ақын жазушылардың осы өскелең ұрпаққа үлгі насихат ретінде жеткізуі ағамыздың бойындағы барлық жинаған қасиеттердің осы шәкірттеріне сізді тілейміз аға. Әрқашанда өмір жолыңызда тек қана бақытты, қуаныштар көп болсын. Бауыржан Момышұлы батырымыздың сөзін айтқанда жемісті күндеріміз көп болсын аға. Енді елге келген қонағымызды әрқашанда Әулиекөл елі құрметтеп өткен ел болатын, сол себептен елдің атынан, азаматтардың атынан азын-аулақ сый-сияпаттарымыз бар, құттықтау хаттарымыз бар, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Сахнаға Нұржан Қуандықов бауырымызды шақырамыз, аға туралы.
Алаштың аяулы қаламгері Жүсіпбек Аймауытұлы Мағжан Жұмабаев туралы. Мағжан бұл ақылдың ақыны емес, Мағжан сезімнің ақыны деп баға берген екен. Біз Ақылбек ағайды мінездің қайсарлықтың ақыны деп білеміз. Сол мінез бен қайсарлықтың арқасында ағамыз талай рет таяқ та жеді, талай рет жетістікке де жетіп, осы өмірдің талай тарихи атаулардың қайтып оралуына үлес қосты. Ағамыздың тек қана ақындық емес, шығармашылық емес, мынау өмірдегі қайраткерлік сырына да, қайраткерлік қырына да баға беріле жатады. Кезінде мынау облыстық әкімдіктің жауапты қызметте жүрген кезде осы өмірдегі көне өшіп бара жатқан жер су атауларының қайта оралуына белсене кірісіп, өзінің айналасына топталған қазақтың қайсар азаматтарымен бірге тарихи еңбегін атқарды. Бұл жөнінде қазір көп айтыла қоймайды, бірақ кезінде айтыла жатар деген ойдамыз. Осы өзіміз төрінде отырған бұрынғы Серияз өртінде тарихи атауының қайтып келуінде осы Ақылбек ағамыздың үлесі бар. Енді жалпы шығармашылығына тоқталатын болсақ, Ақылбек ағай көп қырлы, сан қырлы шығармашылық тұлға, тек қана ақын емес, жаңа көрдіңіздер, драматург, Аманжол ағамыздан асырып айта алмаспыз. Осы руханияттың, осы өмірдің руханиятындағы бір керемет өткір қылыш секілді қайсар қаламгер десек болады. Енді шығармаларында мынау біздің тек қана Қазақстан өңірінде қазақ жазушыларының арасында ғана бағаланған жоқ, түркі дүниесінде халықаралық ұйымдарда жоғары атағады. Махмұд Қашқари атындағы халықаралық сыйлыққа ие болды. Сонау түріктің күлтүрбақан деген сөзін осы біздің әдеби қорымызға қосып, Ильяс Омаровқа драмадан тамаша ескерткіш тұрғызды. Ағамыздың бір ғана пирамида деген еңбегін алатын болсақ, пышақтың қырындай ғана, жіңішке ғана елеусіз еңбек. Бірақ сол еңбекті ашып оқыған адам бүкіл осы өмірдің энциклопедиялық тарихына қанағат деп айта аламын. Оны өз бойымнан сезініп, Ақылбек ағайды бір алыстан көріп қана жүргенде бір Ақылбек ағайға деген бір керемет құрметім жүрегімде бір жар пайда болған. Енді Ақылбек ағайдың балаларға арналған шығармаларда бір бөлік керемет сол баланың тілімен, баланың ойлау жүйесімен, психологиясымен берген кезде нағыз бала тәнті болатын керемет шығармалар. Олай болса, біздің ортамызда 4-ші сынып оқушысы, талапты бүлдіршініміз Аманқос Әдел отыр екен. Менің атам деген ағаның шығармасын оқып берсін.
мейірбанды жүрегі атамды ел біледі, кездескеннің барлығы сәлем беріп жүреді. Ауылдағы төрені атам жақсы көреді, бала бітіп жиналып, соннан оның ереді. Сол төбеде кілбұзық күреседі шыққызып, итжығыс деп атамыз жібереді тұрғызып. Ал жүлдеден әдемі барлық бала дәмелі, жеңілсе де жеңсе де атам кәмпит береді. Келесі көркем оқу шебері Островский атындағы Аманқарға жалпы білім беретін мектептің мұғалімі Ақтота Болатқызы Хамитке Әулөкен атты өлең оқып береді. Ана тілім, шарпуы ар отының, жан отының, әкемдей құдіретті ана тілім, келесің от пен судан аман сақтап. Астына алып мені қанатыңның, ана тіл, анамыздың ар намысы, ана тіл, бабамыздың толғанысы, ана тіл құлынтайы шырқыраған даңғайыр даламыздың жан дауысы, жаңғырып қиыр шетке шыққан үні, ана тіл, абай жыры, мұхтар үні, ананың қасиетті сүтін емген, ана тіл, балбөбектің құттарының, ана тіл, аға жеңнің омырауы, ана тіл алтын сарин қоңырауы, өз тілін білген жанның мүмкін емес өгейсіп өзге тілді танымауы. Ана тіл туған елдің тұзы, дәмі, шуағы, жауынымен мұзы, қары. Ана тіл наз қылығы ерке қыздың өмірде басылмаған қызық әлем. Ана тіл ақсақалдың пәк ғұмыры, ана тіл ардагердің ақтығыны, жаным деп елжіреген сүйген жардың тілімен білінбей ме тәттілігі. Ана тіл бар байлығым, адап мұңым, ана тіл ар ожданым, азаттығым. Ана тіл өмірдің таңғажайып бесігінде келесің тербеп мені қазақ тілім. Естілсе төңірекке шат дауысым, тілімнің тірлік етіп жатқаны шын. Ана тіл жан айнасы, абыройым мәңгілік жырлап өтер мақтанышым. Шабыттың шалдықпаса кердөнені, ешқашан бөле алмайсың елден мені. Тоқтамай бір қалыпта соғып тұрған ана тіл, бала жүрек кеудемдегі. Күнкөріс өлеңі Құсқорын ауылдық кітапханасының кітапханашысы Әмірева Динара Сабабекқызының оқылды. Біреу қазып, біреу жазып күн көрер, біреу айтпай, біреу айтып үлгілер. Әр кісінің бар үйренген кәсібі, бір-бірінен қайсы артық кім білер. Шынбайына шындық батса жын болып, жүргендер бар жағынумен күн көріп. Нағыз бақыт төккен тердің өтеуі, есіл еңбек еш кетпесе құм болып. Біреу қолмен, біреу тілмен күн көрген, жұмыс таппай жүргенде бар сенделген. Айналысар құлай сүйген ісімен, нағыз маман өз кәсібін меңгерген. Кімге бөгет, кімге көмек, күн көріс. Жер бетінде толып жатыр күн көріс. Сол күн көріс адалдықтан аттаса, арғы жағы жиіркенішті білгеніміз. Ақынның, Ақылбек Қожаұлының бір көпшілік алдында оқи қоймайтын өлеңдері бар, оқыла қоймайтын өлеңдері бар. Әсіресе әлеуметтік сыни бағытта жазылған. Бүгінгі қоғамда көп ақын қалам тарта бермейтін керексіз жайттарды сынаған көптеген өлеңдер бар. Сол басшылардан бастап Қаражаяу бізге дейін, қарапайым халыққа дейін сынаған. Жалпы бұндай өлеңдер қоғамды ілгерілетуге, қазір болмағанмен кейінгі ұрпақтың қажеттілігі жарап, содан сабақ алуға, осы елді алға қарай сүйрейтін өлеңдер деп білеміз.
әлеуметтік сын әлеуметке қашанда керек болған. Сонау жыраулар поэзиясынан бастап қазіргі кезде осы сын жағын жырлап жүрген, сынап жырлап жүрген санаулы ақындарымыздың бірі Ақылбек ағамыз. Олай болса, ақынның өзіміз сөйлеп, ақынға сөз бермей кетпей, ақынның өзіне сөз берейік. Аға, қалай ойлаймыз, сізге отырып отырсыз? Иә. Ал қол шапалақтап. Қадірлі ағайын, қайырлы күн. Көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, бүгін арнайы жаңағы қаламгермен кездесуге келіп отырғандарыңызға. Жалпы Әулиекөлдің топырағы өте бір құнарлы, қасиетті жер. Бұл жерге ұлы ғалым Шоқанның қалғаны тиген, Басықараның қанапиясы ән шырқаған жер. Оның сыртында Кенжеғали Сағадиев, Сағындық Сатыбалдин, Шайхтан Шаяхметов секілді белгілі қайраткерлер білім алған жер. Мен бұл араға жат адам емеспін, өйткені сонау 18 жасында Жітіғар ауданында шопан болып жүрген кезінде біздің Қостанай облысында бір ғана газет қазақ тілінде шығатын. Ауданда, облыстық газеттің сыртында. Ол Знамя Победы, Жеңіс ту деп аталатын ауданда газет болатын. Ол кезде Семейдер деп аталады, осы Жетікөлде шығып тұрған. Соған мені қызметке шақырды. Әдеби қызметкер аудармашы ретінде. Сонымен 1,5 жылдай мен осы ол кездегі Семейлер ауданында қызмет атқардым. Сол кезде біздің ақын Ахмет Байтұрсынұлы жаңағы мұғалім көлі деп аталатын көлдің жағасында мен де тұрдым, пәтер жалдап, бір орыс кемпірдің үйінде. Сол кезде жазған өлеңім бар, ол кезде әлі Әулиекөл атағын алмаған болатын. Иісін бұрқыратып қарағайын, майысы билейді балағайын. Білгендей бар екенін ертілегім, көңілім алушар алағайын. Суыма шомылса кеп Жетікөлін, тартады еліктіріп жағажайын. О, менің жасыл арман, Жетікөлім, көлбеңдеп көз алдымнан өтіп едім, кеудеме жыртасқыны құйылғандай, кеткенде күйге толып көкірегім. Сағым деген жиылғандай, аңсатқан алматыма жетіп едім. Жүрмекен көкеділсе қалбалақтап, мен оның есімін де алғам жаттап, көлінің жағасында бос тұр мекен, пәтері 2 жылдай жалдап жатқан, сен маған болған еді құтты мекен, әуелі кіргенімен қорғалақтап деп өлең жазған болатын. Артынан бұл Жетікөлдің рестораны. Мұнда еңбек ері атағын алған Совет одағысында Сайдолла Тұрғынбаев деген ағамыз осы ауданда ұзақ жыл басқарған, Телин совхозында директор болған. Сол кісіге арнап Жетікөл жұлдызы деген өлең жаздым. Бұл өлеңнің қазақ әдебиеті газетінің 1-ші бетінде басылды. Сонда Жетікөл, 7 жұлдыз аспандағы, Жетікөл, 7 тарау дастандағы, ақ қайың жасыл терек арасында, керек пе саған курорт бәр осында, біледі бұл ауылда Қазекенді Шалтүгіл бесіктегі баласы да деп жазған екен. Қазір Қазекеннің бюсті мүсінін осы мәдениетінің алдында Аханның ұлт ұстазы болған, ұлттың ұйытқысы болған мүсіні ол да осында орнатылды. Соған әрине мен өзім ризамын. Және кезінде қазақ тілі қоғам басқарғанда Семейлер болып кеткен, орысша атау алған Әулиекөл атауын қайтарғанымызға, соған ауыл азаматтарымыз ол кезде Мырқайдар Жұмасов деген ағамыз болды, қазақ тілі қоғамын басқарған. Әруақ риза болсын, өте мен өзім ризамын. Қазақ тілінің жырын жырлап жүрген жерімізде бізде айтыс деген бір ғана қазақ тілінде жүретін аудитория болды. Қалған жиналыстардың бәрі, мейлі 99% қазақ жиналса да орыс тілінде өтетін. Сол кезде осы Әулиекөлде аудандық ақындар айтысы ұйымдастырылды. Сол аудандық ақындар айтысына мен қатысып, ол кезде Кәкіш Жақсылық болу керек. Бас жүлде алды, Сарыкөз Серкепова деген кісі үлкен апамыз 2-ші жүлде алды. Мен алғашқы өлеңді, мен енді құлағыма ән қонбаған, домбыра тарта алмаймын, ән де айта алмаймын. Сонда Жақсылық Құрманғалиев деген азамат, ол да өмірден өтіп кетті, Фәйнеден Бақиға. Сол домбыраны үйретіп, мен артында домбыра тартып отырды. Мен әуелден сырлас досым өлең деген, бел буып тәуекелге женем деп едім. Қанатты тұлпар мініп тел шақындар, тепенде мен де келдім өлеңменен деп, 1-2 әнді айттым, 1 шумағын айттым ба, 2 шумағын айттым ба, әр жағында өзім дикторлық дауыспен жаңағы таққаптап өлең оқып кеттім.
Соны жүре әр ойлап, жер ойлап, кәкіш ақсақалға бірінші орын берді. Сауреке апамызға екінші орын берді, маған үшінші орын берді. Сол кезде комсомол комитеті секретар Құттыбай Ахметов деген азамат, Новонежный совхозында директор болды ол. Сол кісі маған қоңыраулы сағат сыйлады. Содан кейін комсомол комитетінің қазіргі айып сақындарына ол кезде машина мінгізбейді, керемет миллиондаған ақша бермейді, бір көйлек берді маған. Сол кезде мен сахнаға шығып айтқаным бар. Әлі де көрінбейді жырым соны, әттене байқамаппын бұрын соны. Шіркін-ай әнім болмай, немесе елінде сақал болмай, қор болды ғой, әйтпесе алар едім бірінші орын. Сонда жер ретінде осы Әулиекөл ауданының тумасы Сахан Нұрманов деген азамат. Алланың оған мейірімі болсын. Бірге қызмет істедік, өте керемет тамаша азамат еді. Керемет сатиралық шумақтар жазатын. Тауып жүр балапанның қанын ойлап, әтеш жүр көкіректі салып ойнап. Құлап жатыр маскүнем, о, мен қазақ бол деп бармағын шошиды. Ал жатқан ғой Құдайда қазақ еті болсын. Сол Сахан маған арнап өлең жазды. Өзге жұрттан ерекше бөлек еді. Өлең деген ананың бөлек еді. Ақылбек-ау, арындап жұрт тумаса, ақыл бұл неге келді? Біз емес атағы зор дырдай бастық. Мал дүние шен-шекпеннен зырлай қашты. Жыр болған жырын басқа бақ болмайды. Содан жұрт өсектейді, тұрмастайды. Кез келген қайдан ұқтын ақын жанын. Айға далып ұртықпен атылғанын. Ақын бір атылмаған вулкан тауы. Ішінде лапылдаған жатыр жалын. Санама бір тентекке түмілмені. Тидосын сыртта өлкіп түніреді. Шын ақын тірісінде ұмыт қалып, өлген соң өлместей болып тіріледі деп жазады. Мен марқұмға жер қалар бермесін, өлеңді бұзатын өзіміз ғой, сонда оған қайсырдан бөлмек едік деп Сахан ағамды ренішіп алғаным бар. Шынында бәріміз жаңағы өлеңнен тудық қой, өлеңнен жаралдық. Сол кезде Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте, ол кезде директоры Қаратай деген ағамыз, Кенжеғали Батырбеков ағамыз, завуч болатын Шоқан Уәлиханов мектебінің жоғары сынып оқушыларымен Жұлдыз журналында жарық көрген Аманжол Шәмкеновтің «Адасқан қар» деген спектакліне мен режиссер болдым. Дәл осы сахнада біз сол халыққа осы «Адасқан қар» деген пьесаны қойдық. Ол кезде мен драматург емеспін. Драматург боламын деп ойламаған емеспін. Бірақ ең алдымен менің тұсауымды кескен драмаға осы Әулиекөл өнері еді. Сонда Қаратай Жантиев деген керемет ақын болды. Мына іргедегі Бой ауылынан шыққан. Оны да еске алып кетуім керек шығар. Өнерін елдің көре алмай күнде бақырған, бақытмар жандар емес құдайға атылған, өмірін өз секілді бір күй шертетін, жырынды оқып, жаныма шабыт шақырған деп маған өлең арнап еді. Осы жақында ғана бақилық болған Тоғайбай Бабыр, аға дедім, аға деме дедің сен, жасық болма дедің сенен егілсем, өлең дедім, көлеңдедім алдында, сенем дедім, демедің ау, кегілсен деп, ол да өлең арнаған. Осы залда кезінде халық ақын атанған Әке Бергеновамен айтысқа түскенде. Қазақтың талантты ақыны Абай Қажиев отыр араларында. Абай осында сонда. Бір көрді қыл. Бұдан 10 жыл бұрын қуантып тек отырған жоқ, уа халықтың бір-бірінде Ақылбектің жүріп өткен жолдары бар нұрлы жүзге, замандасқа сырын айтып жүрген жігіт кешегі Маржан Нұрдан бүгін міне перемені тұрғызды деп өлең арнап еді. Абай қазір қазақтың бір мықты ақыны, әттен ауылда тұрғаннан кейін бір кейде Астанаға қолы жетпей, кейде Алматыға жолы жетпей жүрдімесе, орталарында қазақтың тамаша ақыны. Сол айтысқа қатысқанда мен Дим совхозынан айтысқа түскенмін. Иван Стрезаченко деген директор болды. Оңғар Махмұтов деген ақынмен айтыстым, ол Қаймақкөлдің тумасы еді. Сол кезде ол Тірсек совхозынан айтысты. Тірсегінен ілініп тұр, шаруасы келгеті бүлініп тұр. Көп былық ашылмаған толып жатыр, былығы өз тасанда тығылып тұр жатыр. Содан ол оңғарында қаттап сұрандырып алғанмын. Енді ол үшін кешірім сұрайын, бірақ мен осы өлкеде туған Басқараның қанапиясы туралы ең алғаш жаңағы бейнебаянда айтылғандай Сайлағар кітабында тұңғыш кәдімгі мақала жаздым. Былайша айтқан кезде әдеби айналымға Басқараның қанапиясы бұрын бірақ өлімнен қалса, баласы Басқара қанапия жем болды малақстай қандалаға деген. Мына Наурызым ауданында Қайғы деген жер бар. Сонда тұратын Байғоныс Мұхамеджан ақсақалдан
келбес саққа мінемін жылқы жия, абзал қыздар тартады гармония деген әнін журналист болып жүрген кезімде радиоға бірінші рет жазып алдым. Былайша айтқан кезде енді айтатын әңгіме көп, оның бәрін айтып жату әрине уақыт тығыз. Сіздерге тағы да көптен көп үлкен алғысымды білдіріп, енді бір-екі әлішия деген өлеңді оқып берейін. Көктен үйген әкелетін таң нұрын, жауылатын қар менен жаңбырын, күндіз күнге, түнде айға сенетін, аямастан шұғыласын төгетін көкке алғысай. Жерден үйрен, көтереді ол бәрін, жер бетіне жайылады бар малын, тұқым шашқан өнімін де аласын, өлгенде де жер қойнына барасын, жерге алғысай. Судан үйрен, қандыратын шөлінді, суаратын бау бақша мен егінді, жуып шайы, тазалайтын тәнінді, өшіретін лаулаған жалынды. Судан үйрен, желден үйрен, қуып кетер бұлтынды, алып кетер кір қоқысты мың түрлі, желден керсен, серігі сол сенетін, шаң тозаннан қағыр сілкіп беретін жерге алғысай. Сондықтан да қарап тұрып құбылаға, сыйынарын бір ғана, тілегінді ескеретін шын дана, көкті, жерді, суды, жерді, қажетіне жұмсаған, бар баланы құзырына қаратқан алғысындай Аллаға. Әткеншек, соққанда қатты дағдырдың жері, ақылға біраз сап көрсек, төменге жиі түсіріп тұрып, жоғары жаққа көтерер сені өмірдің өзі әткеншек. Тірліктің түрлі жолдарын біліп, келсем де мұнда сайланып, жайлетемде отырған орным, жоғары төмен ырғалып жүріп, кетпесін басын айналып. Жадырап жаны, талмаса белі, қорытынды жасар кім қандай, әткеншек жапсас баладай көріп, ерсіл қарсыл тербетер сені бесікті тергеп тұрғандай. Ыстық қой шіркін, өмір құшағы, мақсатқа қалай жетесің, әлгіде есті, жұмылып көзін, тергеліп жүріп, ұйқы құсады, сәбидей қалғып кетеді. Астанада оң жаға мен сол жаға, бір-бірімен керіспесе болды аға. Біреуінде ағыл-тегіл байлық бар, бірі жұтан, айырмасы сол ғана. Мына жақта арду-дұрду той-думан, ана жақта кісілер жүр ой буған, астан осы, зәулім үйлер бос тұрған, бірін кедей, біреулерді бай қылған. Көшелерде тазармаған, тазарған, үйлерінде бір қымбат, бір арзан. Ақшаны да үнемдеуге болады, ет алсаңыз ол жақтағы базардан. Сол жағалау онымен бірдей болды ма, қай жағында жасалады ол күнә, арасында көлік өтер көпір бар, бір-бірімен келіске тек болды аға. Бағдар шамның үстісі, жолға шықтым, шарттан болған жандаймын, қалыс қалам деді сары оңбаймын, дегені ой дағырына болдайын. Қарсы болам деді қызыл, нанбаймын, қарсы болса өзім дәрі бармаймын. Өтіп барам, жасыл айтты қолдаймын, жасылдың да ғұмыры бірақ мәңгі емес, айтындарсы, қандай мені қалжайды. Енді бір Нұржан Наушабайұлына еліктеп жазған назым. Ақылбек асып кетпе көп шамадан, тұлпар жоқ сүрінбеген ақсамаған, біреулер мінезімді ұнатпайды, біреуге қылығымен жақсададан. Танысты кейде текке ренжітіп, дұс суын өкініштің келем жұтып, көңілге түскен сәл-бәл кірбің болса, кетіре алмайды екен өлеңдетіп. Жатсам да жақсы жерді төкпелетіп, тұрмайды төбе күнде көкке жетіп. Табысар күндан сайын сағыныспен құрдасталған болсам өкпелетіп. Жолдастан жаным ерткен жолым болмай, суықта қыста ер тоным болмай, жүрсем де жаяу жалпы аты барға Құдайым өтсе болды жалындырмай. Көп көрген кезім болды жанашуын, жүр алдым аласартпай арасуын. Денім сау болса болды бал татиды, қатықсыз үйілдішкен қара суым. Күніне жүрсем дағы мың шақырым, үргілік ғибратты тыңдақырым. Тасаттық беріп жатса ауылдастар, бір бала алып барған қол шатырын. Қуаныш ұялаған жанарына, ырзамын сол баланың қадағына. Жауының көптен жерге тамбай қойған, өйткені сенің болған жауарына. Көл көсір болса дағы қанша пейілім, қалне сусап келген қанса деймін. Отырған түнек мұсылманда
сенімі сол баланың болса деймін. Ыстықта адам біткен тұншығардай, мияулап жиналғанын тынышын алмай. Мекеде отырыпты жалғыз мысық, алдында тұрған асқа тұмсық малмай. Әрине, ауыз ашар сауап болған, ашуға әлі де 4 сағат қалған. Отырған сабыр қылып тәбет кешіп, мысықтың асқа көзі қарап қалған, халықтың пейіліне бөленетін, қасиетке сенетін еленетін, көргенде айтып жүрген таңдайлағып, оралы айының сол кереметін. Көргесіз болса дағы қанша пейілін, қалне жұмсап келген қанса деймін, отырған ниет қылып мұсылманға сабыр сол мысықтың болса деймін. Енді алып келген өлеңім көп, бірақ жаңа маған айтып жатыр, сценарий бойынша осында. Ән салатындар бар екен, сөйлейтіндер бола ма, сұрақ қоятындар бола ма, осымен тоқтата тұрайық, қанағат етемін. Ал қадірлі ағайын, бүгін біз Ақылбек ағамыздың 35 жылдығы аясында ұйымдастырып отырған жақсы бір кеште бас қосып отырмыз. 75 жасында 80-ден аса кітап түрлі мазмұндағы жазып шығарған ақынның бір күн отырсақ та шығармашылығын толық қамти алмаймыз. Сондықтан көкейлеріңізде болатын сұрақтар, сауалдар болса, қол көтеріп сұрақ қойып отырыңыздар ақынға. Иә. Әулиекөлдің асыл біраз едәуір перзенттерінің атын атап өттіңіз. Бәрі де көз алдымнан күні кешегідей өтті. Галерея сияқты портреттер деген. Әлі күнге дейін есіңізде, жүрегіңізде сақтап жүргеніңіз үшін алғысым шексіз. Кәдімгі бір аунап түскен шығар. Біздің көзіміздің алдында едәуір бір-ақ сөзбен, бір-екі сөзбен осы Әулиекөлдің төрінде сахнасында болған осы сөз өнеріне байланысты біраз тарихты тірілттіңіз. Бір сұрағым бар бірақ. Бір сұрағым бар. Жаңа өзім айтқандай, Әулиекөлдік асыл перзенттер Ахмет Байтұрсыновты да айттыңыз дегендей. Бірақ біз әулиекөлдіктер үшін Әулиекөлдің тарихының бастауындағы Шоқан Уәлиханов. Кіндік қаны тамған Шоқан Уәлихановтың кіндік қаны тамған киелі қасиетті жердеміз. Тарихымызды әдеп ауызға алғанда Шоқаннан бастаймыз. Кезінде талай сөз тартыс болды. Өзіңіз білесіз, біздің жас кезімізде жаңағы Кенжеғали Батырбеков ағай деген есіңізде шығар, не осы әңгіме болған? Жоқ, туған жер туралы. Шоқан Уәлихановқа байланысты ол кісінің туғанына бәлен жыл дегенде үлкен осы жерде конференция болып, үлкен сөз талас, пікір талас болды. Сіздің не дегеніңіз есімде? Сіз қай жақта болғаныңыз есімде? Сізбен келіспей, сырттай өкпелеп жүргенім де бар ішінде. Сіздің шығармашылығыңызға, сіздің ақындығыңызға бас иемін. Өйткені ақын болмасам да, поэзия десе, ішкен асымды жерге қоятын қазақтың бірімін. Бірақ Шоқан Уәлихановты жаңа неге аузыңызға алмадыңыз деген бір ауыз сөз. Шоқан табан тиген жерден айтын ғой. Табан тиген, кіндік қаны тамған деген екі түрлі мағына ғой. Бір минут екеуі сауыр. Мына Шоқанбаев деген ағамыз бар. Мен Құмырда да болған, Ханжатқа деген жерде болған, кеше Кенесары ханның жатқан жері. Марал Ишанның жүріп, Базалат болсын аяғынан жерде де болған. Мына Әулиекөлдегі Әулиекөл көлінің Марал Ишан құрманының құрметіне қойғандар мен. Оған сіздердің көп уақыттарыңызды алмайын деп ойладым, бұл менің кітаптарымда бар.
қазіргі 14 том жинағын жарық көрді фолианттан. Соның ішінде осының бәрі қамтылған. Сонда Шоқан Уәлиханов туралы таулардан биік, теңізден терең деген менің мақалам бар. Ал енді Шоқан жөнінде дау туғанда білеміз, Кенжеғали Батырбеков, осындағы Сағындық Досмағамбетов ағаларымыз біраз қарсы болған, өйткені оның кіндік қаны тамған жер, олар Құсмұрын деп белгілеген. Шын мәнінде «Жизнь замечательных людей» деген сериямен Ирина Стрелкованың Шоқан Уәлиханов деген кітабы жарық көрген. Ирина Стрелкова онда Шоқанның формулярный список дейді, формуляры тізіміне сүйенген. Ол Бейімбет Майлин Қостанай облысында туған деген сияқты, ол жерде Құсмұрын Аманқарағай дуанында туды деген ғана сөз бар, Құсмұрында туды деген дерек жоқ. Артынан Сәбит Мұқанов осында келіп кеткен, сонда Сәбит Мұқанов өзінің кітабында жазады, Күнтүймес деген жерде туған деген. Күнтүймес деген жер Әулиекөл ауданында мүлде жоқ. Күнтүймес деген ауыл қазіргі Сарыкөл ауданына қарасты. Бұрынғы Краснодон жылқы зауытының жаңағы бөлімшесі. Сол арада Шоқанның кіндік қаны тамған жер. Ол жерде жаңағы Шоқанның әкесі Шыңғыстың сонда ноябрь айында Зейнеп ханымның босанған Күнтүймес күндік жерінен көрінесің деген өлеңі қалған елесінде. Шыңғыс сұлтанның Шоқанның әкесі жаңағы Өстіктің сол арада құлпытасы бар жанындағы молада. Сол арада мал ішетін құдық жаңағы. Шоқанның салған жаңағы мешітінің, Шоқан емес, Шоқанның әкесінің салған мешітінің ізі бар, ірге тасы бар. Өкінішке қарай бұл туралы жаңағы әртүрлі дау-дамай болды. Шоқан бір ауданға ғана қарап қалған жоқ. Ол бүкіл бір облыстың да емес, бүкіл қазақтың Шоқаны. Сондықтан да Шоқан туралы ең алдымен Жарылқап Бейсенбайұлы Шоқан ізімен деген кітап жазған. Сол кітапта осы туралы таратып айтты. Кейін мен қазақтың қоғамы төрағасы жүрген кезінде экология біздің жаңағы институтының директоры академик Манаш Қозыбаевқа хат жолдадым. Ол біздің өлкетану мұражайында сақтаулы берген жауабы. Сонда Шоқанның туған жері Күнтүймес, қазіргі Сарыкөл ауданына қарайды деп атап айтылған. Әрине, Құсмұрында да Шоқан болды, онда жаңағы жанында мектеп те болды. Бірақ бұл нені бекіністі Шоқан әкесі басқарған жоқ. Оған жаңағы орыстың офицерін майор шенінде бекітіп қойған. Шоқанның ізі қалды, 12-13 жасында осы неден Әулиекөлден омбыға аттанды кадет корпусына. Сондықтан Шоқан туралы бізде кейде Аққан жұлдыз деген ұғым қалыптасқан. Оны Аққан жұлдыз деген роман жазды Сәбит Мұқанов ағамыз. Ол Веселовскийдің «Промелькнувший метеор» деген сөзінен шыққан. Шын мәнінде Шоқан Аққан жұлдыз емес, Аққан жұлдыз деп жасына байланысты айтқан болар, 30-ға жетті қыршын кеткесін. Шоқан қазақ даласының, бүкіл Азия аспанының жарық жұлдызы. Сондықтан ол жарық жұлдызға бәрі жерден көрінеді жарық жұлдыз. Сондықтан ол біздің жұлдызымыз еді деп таласудың қажеті жоқ қой деп ойлаймын. Сондықтан да мен Шоқанның шері деген пьеса жаздым. Бұл пьеса Ілияс Омаров атындағы қазақ драма театрында қойылды. Талдықорғанда Бейкен Римов атындағы облыстық қазақ драма театрында қойылды. Шоқанның шері неде? Шоқан дезертир болды. Орыс армиясының шпионы болды керек десеңіз. Барлаушы разведчик дейміз ғой. Бірақ артынан оқынып, Черняевтің отрядынан кеткеннен кейін Жамбылдағы, Әулиеатадағы қазақтың мазарларын атып, бейбіт халықты қырғаннан кейін қашып кетіп, өзінің қайын жұртына келіп, Кезек Төренің ауылында бұратана халықтарға беретін жаңағы Григорий лентасын бәрін жұлып тастап, медалін, иығындағы шинелін шешіп тастап, қазақ шапан киіп, аяғындағы хром етігін шешіп, аяғына саптама етік киіп, сол қайын жұртын ауылында дүние салған. Бұл елге берген ақиқат. Және Шоқанды сол арада Алтынемелдің баурайында мундирмен жерлеген. Былайша айтқан кезде оның жаңағы қалай өлгені әлі күнге дейін белгісіз. Шын мәнінде ол Қытайға барғанда ұзаққа жететін удан өлді ме, әлде орыс тыңшылары берген атқан оқтан өлді ме, ол құрт аурудан өлген жоқ. Менің өзім пайымым. Өйткені құрт ауруы кедей кепшіктің ауруы, қазіргі туберкулез. Ал Шоқандай байдың баласы, сұлтанның баласы, қайын жұртының өзі керемет кезектері бай болған ауылда жылқының қазысын жеп, қымыз ішіп отырған адам құрт ауруынан өлуі мүмкін емес. Сондықтан оны Петербургтың дымқыл ауасына жауып жүрген ғалым сынақтардың пікіріне мен қарсымын. Жақсы, бізге жалпы қазаққа менің ойымша Құсмұрын да қадірлі, Күнтүймес те қадірлі, Шоқанның жамбасы деген Алтынемел де қадірлі.
Бұндай сауалдар көбейе береді деп ойлаймын. Енді келесі кезекте Қостанайдың Күміскөбей әншісі Арыстан Құрманов ағамызға береміз. Қостанайдың гимніне атанған Ақылбек ағамыздың Қостанай өлеңіне жазылған Дәмір Қалқаевтың әні Қостанай. Ассалаумағалейкум, қадірлі жерлестер. Өте қуаныштымын, елге келіп бір аунап кетуге сондай бір мүмкіндік болғанына Ақылбек ағама рахмет айтамын. Ал елде жаңа жерде Қостанай деп жатыр. Осы келгеніне пайдаланып Ақылбек ағамыздың екі өлеңін айтайын деп едім. Сол бірінші өлеңі кезінде 70 жылдардың аяғында Қостанайда бірінші қазақ ансамблі, вокальный инструментальный ансамбль ашылған. Оның басшысы менің ұстазым Бақытжан Мұқашев, оның мүшесі Молдағазы Журсеналин деген жерлестеріміз бар, сол болды. Сол Молдағазы Журсеналин 83 жылы мені сол ансамбльға шақырып, 87 жылы Алматыға барып, ағамның өлеңі «Көктемгі қар» деген өлеңін бірінші рет орындағанмын. Үлкен бүкіл Қазақстанның белгілі композиторлардың, ақындардың алдында сол өлеңді айтып, осы өлең «Көктемгі қар» ол кезде жалғыз қазақ өлеңдер жинағы болған, ауыл кеш көңілім деген естеріңде бар шығар, сол кітапша болған. Соның ішінде кірген жақсы керемет ән деп ойлаймын. Сол әнді алдымен орындап берейін, қабыл алыңыздар. Көктемгі қар.
енді жаңа айтылған Қостанай ендігі жыл Құдай қаласа 30 жыл болады жазғанымызға. Өлең шынын айтса елге кең тарап кеткен, жан-жақтан шетелден звондайды осы Қостанай сөзін деп. Ешқандай шектемейміз, айтыңыздар, өлеңдетіңіздер. Мен өзім айтып жүргем, осы Қостанай жігіттеріне, әулие бөлімі жігіттеріне, мықты жігіттеріне береміз сол әнді деп айтып жүрсін деп. Сондықтан любой уақытта айтқызамыз, береміз сөздерді, мені сол кісілер бәрін береміз. Қабылдаңыз. Сіздерге хабардар болыңыздар. Орыстың Лев Лещенкодай әнші бар, Толстойдай данышпаны бар, ал қазақтың Құрбанов Арыстаны бар. Ал осындай керемет әннен кейін сөз кезегін жазушы ақын Әулиекөл ауданының құрметті азаматы, көптеген мүшәйралардың, республикалық және облыстық айтыстардың жеңімпазы Абай Хамитұлы Қажыға береміз. Құрметті ағайын, мен Ақынбек ағаммен сонау өткен ғасырдың 80 жылдары таныстым. Ол кезде ағамыз коммунизм таң газетінде облыстық сонда тілші болып істейтін. Біз енді өлең жаза бастаған кезде өлең жібереміз, ағамыз тексереді, бізге хат жазады, кейбір кезде өлеңімізді басады, тырнаған өлеңдерімізді ағам тексеріп басты. 80 жылдары 40 жыл тоқтап қалған айтыс өнері дами бастағанын білесіздер. Мен осы ауданның атынан ақындар айтысына қатыстым. Ал Ақынбек аға ол кезде мәдениет бөлімінде істеді.
сол бүкіл облыста болған бүкіл игі шаралар, бүкіл айтыстардың басқасында жүрді. Мынау Қостанай облысынан екі бірдей Қазақстанның халық ақын шығуы, Әсия Біркенова, Қонысбай Әлілов, ол тегін емес, ол енді біздің ақындар еңбектері деп өзінше ойлаймын. Мен ақанға арнап архивтақтар өтсем, кеше екі өлең жазыппын. Біреуі біздің ақан деген өлең, біреуі Уа Ақа деген Ақанның 70 жылдығына осыдан 5 жыл бұрын жазылған өлең. Енді жаңағы біздің Ақан деген өлеңге тарихына тоқтап кеттім деп тұр. 1998 жылдың 12 ақпанында мен милицияда істеп жүрген кезім, маған бастық айтады, сені ауданның әкім шақырып отыр дейді. Ол кезде әкім Махмет Ресипхан ағамыз. Патшасы ақынын іздеген ел бақытты, ақыны патшасын іздеген ел сорлы деп Ақсақ Темір, Әмір Темір айтқан екен. Сол сияқты әкімі ақын іздеген ел бақытты деп баяғы салып жетіп барды кабинетіне. Ағам қарсы алды, жөн сұрасқаннан кейін айтады, Абайжан, ертең Қостанайда Ақылбек Шаяхметов деген ағам пирамида деген кітабын тұсаукесерін жасайын деп отыр дейді. 23-ші жылдарына, әлде 13-ші жылдарына қазір точно есімде жоқ. Соған ауданнан делегация жіберейін деп отыр. Соның құрамына сені қосып қойдық дейді. Ақынсың ғой, бір әлемде өлең шығар, соған әдейі шақырттың десе екен. Сосын үйге келе сап баяғы өлең жаздым. Содан ертеңіне Досмағамбетов Сәндік ағамыз бар. Ол кезде инструктор райкома партии. Бақытжан Махмутов ағамыз бар. Ол кісі мәдениет бөлімінің бастығы. Сол үшеуміз борандатып, Қостанай қайдасында Қостанай тарттық. Сонда шыққан өлең жаңағы, енді ол кісінің екеуі де қазір дүниелік болып кетті, марқұмдар топырақтары торқа болсын, иман жолдас болсын дегендей. Енді мен соның тірі куәсімін. Қазір сіздерге сол біздің Ақан деген өлеңді оқып берейін. Анау енді 70 жылдыққа қалдырған екінші бөлімге қалдырайын. Біздің Ақан, Арқаның ардақты ақыны Ақылбек Шаяхметовке арнаймын. Қуантып бек отырған жоқ, уа халқым бірімізді, Ақылбектің жүріп өткен жолдары бар нұрлы ізгі, замандасқа сырмайтып жүрген жігіт кешегі, маржан жүрген бүгін міне пирамида тұрғызды. Замандасқа сырмайген Ақанның ең бірінші 18 жасында шығарған өлі кітабының аты. Барышшылы жасы жырлар жазуға мен жасқанам, шырқау шыққа шыға алмайды, асқар таудан аспаған, үйден безіп, еркін кезіп әуелі даласын, өмір жолын жеңіс туы газетінен бастаған. Жастайынан жүрген жігіт жақсылардың жанында, отты жүрген оқырманын ораушелі жалынға, шырайден ширатып еді поэзия бөлімін. Сол жылдары біздің Ақан коммунизм таңында, одан кейін радио, қазақ тілі қоғамы, қайсыны берекелі, ерекшелі орамы, төл баласы өнерменен мәдениет мырзаның қызметіне Ақандардың айтсаң көңіл толады. Ақсұлуды іздеп тапқан саңлағы өнердің, әлі талай зиялыны жазарына сенермін, азаматы Ақандардай болу керек бірегей. Ақыннан бұл жалғанда әкімдері көмелдің, жеті қара тудырады жігіттердің төресін, заманға сай ойларға бай өрелі жыр өресін, әуелі көл әуелі етсе, дарым деп даңқыңды, Қостанайы қиналғанда қолтығынан демесін. Қостанайға үшінші өлең жазады ғой. Ал енді Ақтілектің арасын суытпай сөз кезегін Әулиекөл ауылының ардагерлер кеңесінің төрағасы Тұрмағанбетов Аманболған Фазылбекұлы ағамызға сөз берейік. Барымыздар әулиекөлдіктер, ассалаумағалейкум ақа. Мынау шығармашылық кешіңіз құтты болсын.
Әулиекөл деген әулие жерге қош келдіңіз. Сапарыңыз оңынан болсын. Енді жаңа көріп жатқан видеода айтып жатқан жақсы тілектерден қарасақ, сіз сегіз қырлы, бір сырлы азаматсыз. Енді онымен қатар 75 деп жатыр ғой. Меніңше қазір айтып жатыр 35 орта жас дейді. Жасты дейді. Сондықтан сіз орта жасқа жаңа жетіп отырсыз. Жасыңыз көбейе берсін. Орта жасқа келгеннен кейін әлі ғылатын да, шығатын да биіктер көптеп есептейді. Сол биіктерге аман есен жетуге қаламыңыздың сиясы бітпесін, шабытыңызды өсе берсін. Рахмет. Ал келесі кезек тамаша әлде ағамыздың сөзіне жазылған Алаш рухы әнін қабыл алдыңыздар. Орындаушы фамилиясын ғана жазыпты, мұнда Қасымов. Ерекеңді бәрін білесіздер ғой. Өмірде мынау жалғандық толған, шынбайға батса шындығын, азаттық аңсап құрбандық болған ерлерді жоқтар күн-бүгін. Билігін байлап, дәстүрді сыйлап, кеткенде намыс азайып, өздерін емес өзгені ойлап, жүргені қандай ғажайып. Қиналған жұрттың жағдайын біліп, жасамай жаппен келесің. Ажалға қарсы қасқайып тұрып, жатқиды олар ел үшін. Үмітін үзбейсің маған сағым, қарсы да тағдыр азабым. Тұрақтап тұрса алаштың бағым, имандай сені қалаған жұрта, көтерген туын алғашқы. Алаштың даңқы, алаштың рухы, ұрпаққа болсын жалғастың. Көсіліп жатқан жерімде дархан, күн туар қайта серпілер. Билік менің сендердің арқан, болғаным бүгін еркене. Абай ағам арна оқығаннан кейін мен де бір арна оқимын, өзім шығарған. Арғын туы деген арнауым бар, ағамызға арнаған. Кезінде осы Қостанайға Ақылбек ағаның ұстазы, арқасүйер ағасы, рухани жанашыры Тұрсынбек Кәкішев ағамыз келгенде осы өлеңді ұнатып, ағамның нағыз портретін берген екенсің деп еді. Соны малданы мен оқып берейін. Қолтығында қотыры бар қоғамның
қытығына тисе артпа оған мін, жеті қаттың мұңы тұнып жатады жүрегінде, ақын деген адамның тегеуріні толқынындай тобылдың, өрге қашып өлең болып өрілдің, от қоранып суырылып шыққандай, әрбір сөзін өзегінен өмірдің, қайсарлық пен адами хақында, алталашқа арзу еткен хатында, алатаудай жүрек жатыр жыр болып, тән болатын тек ақиық ақынға, алқа топта кеңес құрған көшелі, отты көмей орақ тілдің шешені, ақылаға міскіл күннің мысынбас тәті қара, жырау сынды кешегі, арна бұзар ағыс асау арындай, жай сөзімнің өзі жайдың оғындай, содан болар мінберлерге шығасыз, мойныңызға галстукта тағынбай, ұйқастырып сіздің жырдан айнытпай, өлең жазып, жұртқа крем шайлықпай, бірақ сіздей қарағай боп қасқайып, ақиқатты айту қиын қаймықпай, алмас тұяқ тас тураған тағасыз, арғымаққа ауыздықтар шарасыз, арқа жырын алға сүйреп барасыз, ардың туы секілделіп ағасыз. Енді Ақылбек ағамызға сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз бар ма? Тағы бір сұрайық. Егер жоқ болса, уақыт келе жатыр. Ақылбек ағайдың өлең менің бөбегім, іште жатқан шеменім, тамырымнан алады тіршілікке керегін, қызыл мен дененің, жалыны мен өлеңнің, жаурап жүрген жұртымды жылытайын деп еді деген сөзі бар тамаша. Олай болса, Ақылбек Қожаұлының 75 жылдық мерейтойы. Сұрақ, сізді ұмытып кеттік қой, кешіріңіз. Сахнаға шығыңыз. Ақылбек ағайдың. Сәлеметсіздер ме? Ақылбек аға, қош келдіңіз біздің Әулиекөл жеріне. Сізге басымды ием. Осыдан 18 жыл бұрын мен Қостанайдағы Оралхан бөкейханатындағы көркем сөз байқауына қатысқам. Сол кезде сіз әділет қазылар арқасында әділет қазылар арқасында болдыңыз. Сол кезде драма, сатира, проза, поэзияда мен қатысқаным, бірақ бірінші орын әрине балым жетпей қалды. Ештеңе етпес енді. Бірақ сол кезде сіз батаңызды беріп, маңызды бірінші орын алмасаң да шабытың мүжілдесін деп айттыңыз, батаңызды бердіңіз. Сол сіздің арқаңызда мектепте істемесем деп жеке ұсталдым 20 жыл. Оны айтатын болсам, өмірімді 10 жасымнан дипломсыз-ақ Қазанбасы елінде, қасиетті жерде өз ұлттарды оқытып, осыдан 34 жыл ұсталдым. Балық әрине солай өтті. Бірақ өкінбеймін, өйткені Рағаш атам ұстаз болған кісі. 20 жыл дипломмен болсам, соның өзіңіз санарсыз, етсеңдерсіз ұстазбын. Біраз оқушыларды, қазіргі оқушылар 33-те ғой, біріншілер 41 жастағы, өзім 44-те болсам да, олар Назарбаев мектебіне, Озат мектебіне түсті. Әрине олар маған риза. Қазір сол оқушыларымның мен балаларын оқытып жүрмін. Мен ылғи айтам, жаман ұлт болмайды. Ұлттың жаманы жоқ адам болуы мүмкін. 800 өзге ұлтты оқытып шығардым, соның 78-сі қазақ. Бірақ әлі де өзге ұлтты оқытамын, өз ұлтымды да оқытамын. Жаным қазақ, арым қазақ деген сияқты. Жүз жасаңыз, басым деген. Әулиекөл енді ақан бастаған мұғалімдер елі ғой. Ұстаздар сіздің ұстаздық қызметінің жемісті болсын. Мында да ұстаздар отырған шығар. Мен де мұғалім отбасында тәрбиеленгем. Сондықтан ұстаздарға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, қызметіне жеміс тілеймін. Әулиекөл тамаша, тағы бар ма сұрақтарыңыз? Сұрақ қоятын кісілер болса, қойыңыздар. Сөйлеңіз, аға. Көтерілмей.
жұмабек жәнтік дейді жаңағы. Деген сол бұл уақытта оқыған класстастар ғой. Сендер сирек қалыпсыңдар. Ал енді қымбатты қалай мен филолог емеспін, ақын емеспін, сондықтан көп уақыт арғыза алмайын. Енді Ақылбек жаңа айтып тұр 68-69 жылдары осы біздің Жеңіс туы газетінде қызмет істеді. Ол кезде ол да жас, бізде мектеп оқушысымыз. Сол бірақ жаңа менің кластасыммен екеуі өте жақын дос болды. Менің айтайын дегенім ол бақтайын деп тұрған жоқпын. Ақылбек. Кезінде бір рет көрдім, жақсы төбелесетін. Миялыда ма? Ол кезде жиі жастар бірмен бірі жаңағыдай шекісіп қала беретіндер. Сондықтан айтайын дегенім жақсы төбелесетін. Әлде де Құдайға шүкір бір қағаз бар сияқты. Алла қуат берсін, Ақылбек. Алла денсаулығын берсін. Мынау шығармашылықпен қатар денсаулық керек. Бала шағаңыздың, немерелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Бір миялыда барғанбыз, Бақайлардың ауылы ғой. Сонда өлең айтатын, Алысбекке миялы, Жақынбекке миялы, миялының қыздары шайды жақсы қиялы. Соны біреулер қызыған, сол біздің төбелес шығар, бірақ бізді қирата алмады ғой. Жас кезде болған оқиғалар ғой. Ал құрметті ағайын, осымен уақыт тапшы. Міне 75 жылдың мерейтіне шығып жатқан мерейлі ақынымыз Ақылбек ағамызға зор денсаулық, баянды ғұмыр тілей отырып, бүгінгі кездесуімізді Өзгелер айтып тұрғанда мен де ағамды тілегін айтайын. Есім Батырхан болады. Ақылбек ағамды бірнеше рет көріп жүрмін. Бірнеше рет кездесуде болғанмын да. Анау Айжбеков ағамызбен бірге болғанда Шоқан Уәлиханов мектебіне келгенде бұл кісінің мінезінде, қайсарлығында білемін, тікелігінде білемін. Әлеуметтік желіде жақында естіп жатырмыз сіздің жауабыңызды, мысалы Назарбаевтың дәуіріне байланысты. Сонымен бірге сол жауабыңызды айтып жатырсыз. Назарбаевтың атын кету керек деп. Өкінішке орай бізде мынау рәміздерді салып жатыр. Астында Шәмшат ағамызбенен кім екінші? Соның астында Нұрсұлтан Назарбаев тұр. Сіздің қостанайыңызда Назарбаев даңғылы да бар. Сонымен бірге Ақылбек аға, сіз Жетіқараның түбінен шықтыңыз. Жетіқараның орыстың арасында тұрдыңыз. Орысша қазақша сіз бірдей сөйлейсіз. Осынау мәдениет қызметкерлері орыстарды шақыру керек. Өзге ұлттарды да шақыру керек. Ақылбек аға біздің Шоқан Уәлиханов мектебінде сөйлегенде орысша қазақша қатар. Басқа ұлттардың тілінде де сөйлейтін шығар деп ойлаймын. Ақылбек аға, бұл Әулиекөл жерде сіз келгеніңізге ризамын. Осы жерде ұмытпаңыз. Астанада болғандығыңызды көрдім. Қостанай таңында жазған Астанаға байланысты, Алатауға байланысты өлең шумақтарыңыз қатар жазыпсыз. Сол енді келгенде мәдениет үйі бос болмаса, әкім рұқсат бермесе, менің үйім дайын. Жеңіс туында істеп жүргенде мен жазған өлеңім бар. Нарада сүйген жарым отыр ғой. Бірақ кімдерге айтып жеткіземін шынымды, кімдерге ашық айта аламын сырымды. Өзіміздің газеттегі баспайды, сен туралы жазған мен жырымды деп. Мына газеттің адамдарын көрмей отырмын. Осы газеттің адамдар мына Әулиекөлге келжіліп ертең біреу жазар тағы. Анау Абайға бұрында кездесіп жүрміз. Ол енді ода жазуға шебер. Тағы да мақтау жазуға шебер. Сосын бірде айттым. Сен оны орыстың ақындарын білесің ғой. Пушкин дегендер.
Енді бері қарай келсек, Шамшы Қалдаяқов, бері қарай келсек, тағы да біздің ақындарымыз өмірге неге ертіп етті? Сен де бірдеңе жас, әдемі жас, халыққа мәйтін болып жас. Сонсын бірге әлгі коррупцияға байланысты бір өлең шумағын жазып кетті маған. Кездесуге арнайы уақыт бөлген қадірменді қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті Ақылбек аға, сізге шығармашылық шабыт, зор денсаулық, толағай табыс тілейміз. Кешіміз осының өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.